Сәлем достар, бүгінгі блогта қызым екеуміздің Атырауға саяхатымыз туралы көретін боласыздар. Ендеше кетуімізге бір күн қалған кезде құрбымның гендер патиі өтетін болды. Яғни Ердана мен Асел өздерінің болашақ бөпелерінің жынысын анықтайтын болды. Осындай жауапты істі құрбым маған тапсырды. Еще 1-2 сағат қалғанда ғана ескертіп айтты. Енді мен түннің ішінде қаяқтан не іздеймін деп ақыры осындай шарларға тапсырыс беріп, ұйымдастырып үлгердім. Бүгін бізде Асел мен Ердананың гендер патиі. Бұлардың 3-ші баласының гендер патиі. Айдос, сіз қалай ойлайсыз? Кім деп ойлайсыз? Қандай жынысқа не бересіз? Ставка қоясыз? Оу. Ол деп ойлайсыз, я? Аля, сен кім деп ойлайсың? Ол ма, қыз ба? Ну ладно. Давайте папасынан сұрайық. Жасаған адамнан сұрайық дейсің. Ақыры біледі, ақыры. Сіз қалай ойлайсыз, Ердана? Өзім дұрыстап тұрып дайындап жібердім. Витаминдерінен дайындалып, бір 2 айдай ма. Білмеймін, енді көреміз енді бұйыртса. Құдайдың бұйырғаны ғой енді. Ставка кімге қоясыз? Ставканы ұл дейсің ғой, қаншама дегенмен енді. Жақсы, бәрі ұл деп жатыр. Енді 2 қызы бар ғой. Мен де ұл деп ойлаймын. Ішіңе кім жатқан білмейсің ба? Ұл деп ойлаймын мен де. Адам жатыр десе ішінде. Неге ұл деп ойлайсың? Білмеймін, сондай өзімде сезім бар сондай. Ердана, неге ұл деп ойлайсың сен? Ол күтіп жүрміз. Күтіп жүрсіңдер сол үшін ба? Құдай болмағанша тоқтамайды ол. Ақерке, сен кім деп ойлайсың? Мен айтайын ба? Мен қыз деп ойлаймын. Біліп қойдыңыз. Дочекай, сен кім деп ойлайсың? Қыз ба, ұл ма? Қыз ба, ұл ма? Баяғыда айттым ғой сізге, қыз деп ойлаймын. Ладно. Мінекей осылай біз дастарханда, далада осылай бір керемет бір заведенияға келіп, большая кухня деген Гагарин Утепов қиылысында Асел мен Ердананың 3-ші баласының жынысын анықтайтын боламыз. Ал мен кім екендігін білемін, сол үшін мен еш нәрсе деп айтпаймын. Бәленің бәрін білеміз біз Ақерке екеуміз. Бірақ бағана гүлді көп сүріп жүрді. Иә. Иә. Тағы не айтасыңдар дейм ба? Давай. Давайте до 3, давайте. Оннан бастап 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 и Ақерке. Төбемнен түскені жағай болып жарқ ет Сездірмей қалай келдің қасыма тәріп еді Бұл өмірде сендей жан егесі бар ма еді Where are you? Төбемнен түскен ай жағай болып жарқ ет Сездірмей қалай келдің қасыма тәріп еді Бұл өмірде сендей жан егесі бар ма еді Where are you? Мен келемін тағы да саған тыңдатуға Біздің сезімдерден жаратылған әнді Көз салшы аспанға, айға жаңа туған Екеуміз өткінші, бірақ біздің әндер мәңгі Айнала, сен айнала Көңіл күйді бұзар, ауа райы ғана Көз бізге көрінбейді Көз бізге көрінбейді жай ғана Төбемнен түскен ай жағай болып жарқ ет
сездірмей қалай келдің қасыма тәріп едің бұл өмірде сендей жан негізі бар ма еді Where are you, where are you, where туған апам қағынып ағам бар ұйықтайсыңдар ма? Тәшейін жасап жатыр, әжет жоқ қой. Атырауға барғанда от души демалып, ешқандай видео түсірмеппін, тек қызымды осылай сториске салып түсірген видеоларды салып бөлісіп жатырмын. Негізі демалыс өте күшті болды. Барлық туысқандарымды, достарымды көргеніме өте қуаныштымын. Осылайша Алматыға 4 күннен кейін жолға шықтық. Сездірмей қалай келдің қасыма тәріп едің